Баршаңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздерге осындай қуырылған бәліштің рецептісімен бөлісетін боламын. Ал сіздер менің арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Видео ұнаса, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен ұнымызға майларымызды құйып аламыз, сұйық май және де кәдімгі сары май құйып аламыз. Одан кейін жылы суымызға тұз, қант, дрожжин салып, жақсылап араластырып, әдемілеп тұрып қамырды елейтін боламыз. Тұз, қант, дрожжымыздың барлығы жақсылап ерігенше араластырамыз. Одан кейін бір ас қасық майонез қосып жіберіңіздер. Қамырға неғұрлым майлы зат қосқан сайын піскен кезде ол жұмсақтығы өте жоғары болады. Қоссаңыздар да болады, қоспасаңыздар да болады негізінде, бірақ мен өзіме солай ұнағандықтан қостым. Жақсылап қамырымызды илеп, бетін жауып, 1 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Ішіне салмасына мен суда піскен картошканы алдым. Картошканы суда пісірген кезде тұзымен бірге пісірсеңіздер, солай ыңғайлы болып шығады. Мен картошканы пісірген кезде тұзын барлығын салып, сол күйінше пісірем. Одан кейін барып пиязын және де қалаларыңызша бұрыш қоссаңыздар болады. Және де картошка піскеннен кейін ыстық күйінде ішіне 1 ас қасық май қосып жіберіңіздер. Сонда картошкамыз одан сайын дәмді бола түседі. Қамырым дайын, оны енді жаңағы илеп, онда ештеңке етудің қажеті жоқ, көп басудың қажеті жоқ, жай ғана алып көптеген бөлшектерге бөліп аламыз, өзімізге қалаған формадағындай етіп бөлшектерге кесіп аламыз. Ашыған қамырымызды өзіміздің қалауымызша көптеген бөлшектерге бөліп алдық. Енді салмасын салып, бір-біріне жабыстырамыз. Жабыстырып болғаннан кейін жабыстырылған бетін астына қаратып қойып қоямыз. Майға қуырған кезде де ең біріншіден сол жабыстырылған жағымен бірінші пісіріп аламыз. Сонда жабыстырылған жағы ажырап кетпейтін болады. Енді алдымен майымызды қатты ысытып аламыз. Одан кейін ысыған кезде оның астын пирожкиді салмай тұрып, баяу орташа отқа қойып аламыз. Одан кейін барып пирожкилерімізді салып пісіретін боламыз. Баяу отта, жаңағы орташа отта пісіреміз. Қатты от болса пирожкилеріміз күйіп кетеді. Қатты қызарып, тез қызарып кетіп, орталары шикі болып қалуы мүмкін. Сол себептен орташа отта пісірсек бір қалыпты болып, әдемі болып шығады. Достар, менің видеом сіздерге ұнады деген ойдамын. Каналыма тіркеліп қойыңыздар. Алдағы уақытта бұдан да басқа жақсы видеоларымен бөлісетін боламын. Менің каналыма тіркелген болсаңыз, сізге жаңа видео шыққан кезде хабарлама барады. Сол кезде қоңыраушаны бассаңыздар, менің видеомды көре аласыздар.